қанағаттылыққа жеткізетін жолдардың бірі, тағы амалдардың бірі ол не екен? Ысырапқа жол бермеу. Ысырап дегеніміз не? Ысырап дегеніміз ол дүние мүлкіңді орынсыз шашу. Дүние мүлкіңді, саған берген Аллах Тағала дүние мүлікті орынсыз жерлерге жұмсау. Осы нәрсені ысырап деп айтады. Аллах Тағала Құранда айтады: "Вакулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин" дейді. Аллах Тағала Құранда айтады: "Ішіңдер, жеңдер, бірақ та ысырап қылмаңдар" дейді. Ысырап қылмаңдар. Егер ысырап қылатын болсаңдар, Аллах Тағала ысырап қылушыларды, ысырап етушілерді Аллах Тағала жақсы көрмейді дейді. Ысыраптың тағы бір түрі бар. Ат-табзир дейді оны. Табзир. Табзир дегеніміз не екен? Ол сен дүниеңді рұқсат етілмеген жаққа жұмсау. Ол да бір ысыраптың бір түрі. Ол деген ысыраптың ең жаман түрі деп айтсақ та болады. Құранда Аллах Тағала айтады: "Иннал мубаззирина кану ихуана шаятин ва кана шайтану лираббихи кафура" дейді. Сөзсіз, орынсыз мал сарып қылғандар, олар кімдерге бару болады дейді? Шайтандарға бару болады дейді. Егер кімде-кім дүниесін харам жаққа, күнәға жұмсайтын болса дейді, ол шайтанның бауыры дейді Аллах Тағала. Ал шайтан болса, ол Раббысына күпірлік қылушы дейді. Раббысына қарсы шыққан адам дейді ол шайтан. Ал енді кімде-кім сол күнәға ақшасын жұмсайтын болса, күнәға дүниесін жұмсайтын болса, онда ол кімге бауыр дейді? Ол шайтанға бауыр дейді. Сол үшін табзир дегеніміз осы нәрсе екен. Яғни Аллах Тағала бізге дүниені берді. Сіз адалдан ризық таптыңыз ба? Адалдан ризық таптыңыз ба? Сіз адалға жұмсау керексіз оны. Адалдан ризық тауып, оны күнәға жұмсасаңыз, араққа, ішімдікке, құмар, зинақорлық, басқа да нәрсе, сондай жерлерге жұмсайтын болсаңыз, қазір қоғамымызда проблем болып тұрған букмекерский, мысалға жаңағы конторлар бар. Ойын сауықтар жаңағы. Сол көп жігіттердің көбісі бізге келетіні көбінесе жастар. Түнімен таксовать етеді, жұмыс жасайды, бүкіл ақшасын жинайды да, бараттан конторға салып жібереді. Сосын оны шығарып аламын деп кредит алады да, оны тағы салып жібереді. Анасының атынан, әйелінің атынан кредит алып, оны тағы салып жібереді. Машинасын салып жүргендер, үйін салып жүргендер қаншама. Олар дейді, харамға жұмсағандар. Олар шайтанның бауырлары дейді. Көрдіңіздер ғой, аятта қатты айтып отыр. Сол үшін бұл нәрсеге адам бармау керек. Егер ысырапқорлыққа баратын болса, ол қанағатсыздыққа алып келеді екен.